Сәлем. Менің есімім Мағерке. Мен сіздерге бұл видеода өзімнің $60 қалай халал трейдингпен $6000 шыққаным туралы айтып беретін боламын. Негізі трейдингке келген кезде барлық адамның ішінде болады деп ойлаймын бұндай сезімдер. Қорқыныш, күмән, менің қолымнан келе ма, бұл жерде шынымен ақша бар ма деген сияқты мың түрлі сұрақ болады. Сол сұрақтардың барысында қалай жауап беру керек, қалай өзіңе сену керек, және сол жолда қандай қиындықтар кездесуі мүмкін, және ол қиындықтардан адам қалай шыға алады деген сияқты нәрсенің барлығын просто жай өзімнің өткен жолым бойынша айтып беремін. Бұл прям ойбай дәл осылай істеңдер деген нәрсе емес. Просто көп адамға көмегі тиеді деп ойлаймын. Себебі мен де трейдингті бастаған кезде үйде отырған декреттегі ана болдым. Сондықтан 7 айлық баламен, ата-енемен, үйдің тірлігімен, барлығымен қалай трейдингті оқыдым және одан қалай нәтиже көрдім деген нәрселерді толық айтқым келеді. Енді мен ең басында бастаған кезде мен ойлаймын, ең бірінші қадам сен өзіңнің дұрыс жолда екенін білу қажет. Мысал үшін сіздер қазір кейбіреулеріңіз халал трейдингпен айналысып жүрсіздер, кейбіреулеріңіз халал трейдингтің не екенін білмейсіздер, халал ма харам ба деп әлі күмәнданып жүрген болсаңыздар, нақты өзіңіздің трейдингпен айналысып жүрген бағытыңыздың халал ма халал емес екенін біліп алыңыз. Оны білу үшін менде YouTube каналымда сабақтар бар. Сол сабақты кіріп қарап, сіз немен сауда-саттық жасап жүрсіз, соны көріп білсеңіз болады. Және де халал трейдингпен айналысып жүрсеңіз, ары қарай болды. Мен халал жолды ұстанып жүр екенмін, ешқандай процентке, рибаға кіріп жатқан жоқ екенмін, адал табыс табу жолында екенмін. Все, онда Алла тағала менің сол бір адал табыс табамын деген ниетіме осыншама нәтиже береді деп үміттенемін деп сіз Алла тағалаға ниетті түзейсіз да, одан ары қарай жұмысқа кірісесіз. Екінші нәрсе, бұл ойлаймын дұрыс мақсат қою. Ең алдымен трейдингке келген адамдардың барлығының мақсаты, білем, көп ақша табу, тез байып кету болады. Но сонда да бастапқы мақсаттарыңыз бір осы жақтан мен өзімнің өміріме және жан жағымдағы адамдарға бір пайдалы нәрсе алайын деген сияқты болу керек. Мысал үшін менде мынандай мақсат болды. Балаларымның болашағы жарқын болу үшін, олардың қазірден бастап, мысал үшін біз миымыз сеніп қалған ғой, таңертең жұмысқа кету керек, адам кешке дейін шаршап жұмыс істеу керек, жұмыстан келгеннен кейін ақша табады деген сияқты. Яғни сол мышленияны өзгертейінші деген сияқты сондай ниет болды да. Себебі балаларым, мысал үшін мен ноутбукпен жұмыс істеп отырып ақша тапқанымды көрсе, олардың да мышлениясында адам деген тек қана шаршап, азаннан кешке дейін бір жақта салпақтап жүріп жұмыс істеу ғана емес, онымен қосымша үйде отырып та ноутбукпен айналысып та бір жұмыс жасап ақша таба алады екен ғой деген сияқты миларына бір екі түрлі варианттар енгізгім келді. Альхамдулилля, ол варианттары қазір еніп жатыр. Менің қазір 5 жасар балам дәл кешегі ғана солай айтты да, мама сен ноутбукты ашып жатып, мама сен жұмыс істейсің ба деді, яғни ақша табасың ба деді. Ол уже біледі. Папамыз біздің әскери адам болғандықтан, папамыз таңертең кетіп, кешке келіп ақша табады, ал мама үйде ноутбукты ашып қойып жұмыс істейді деген сияқты. Сондай бір миында понятие бар. Яғни мен мақсатыма қол жеткіздім деп ойлаймын. Яғни сіздің ішіңіздегі мақсат тек қана ақша болмау керек. Яғни мақсаттың бір ключевой бір значениесі болу керек. Яғни сіз мен трейдинг саласын үйреніп қаржылай еркіндікке жеткім келеді. Мен трейдинг саласын үйреніп шетелдерде жүріп жұмыс жасағым келеді. Мен трейдинг саласын үйреніп білмеймін, пенсияға шыққан кезде мен кәдімгідей үлкен суммада ақша алып отырғым келеді деген сияқты бір мақсаттар болса екен деймін. Яғни тек қана қазір байып кетейін, тез срочно байып кетейін деген сияқты мақсат қоймаңыздар, себебі ол мақсаттың жету жолы ұзақ болады да, ал сіздің қойып қойған уақытыңыз аз болады. Сол себептен ол мақсаттың орындалмай қалуы мүмкін. Үшінші нәрсе, ешкімнен қолдау күтпеу. Себебі трейдинг саласын барлығында мынандай трейдинг саласына деген бір қорқыныш бар. Трейдинг саласы казино сияқты, ол жерде тек қана слив болады, ақшаңды жоғалтасың деген сияқты өте көп бізде, мысал үшін инстаграмда басқа эксперттер болсын, трейдинг саласына келіп қолынан ештеңе келмей, минусқа кеткен адамдардың айтуымен трейдинг саласына деген бір қара нәрсе жағылып кеткен да. Сол себептен де трейдинг саласының халалы да бар, харамы да бар, сливқа кету жолы да бар, жай адал табысты, жай үздіксіз ақырын табу жолы да бар. Сол себептен егер сіздің салаңыз дұрыс болса, мақсатыңыз дұрыс болса, просто ешкімнен қолдау күтпеу керексіз, және идеалды уақытты күтпеу керексіз. Яғни любой нәрсені бастаған кезде сізге ешкім қолдау көрсетпейді, если честно. Мысалы үшін
любой блог бастасаңыз да, сіз басқа бір бизнес бастасаңыз да, сізге басында сен қолыңнан келеді, давай күшті алып кетесің, жасап кетесің деген адамдар аз болады. Ал бірақ сіз 5-6 жылдан кейін жасап кетсеңіз, сіз молодецсің деп айтады да. Яғни бұл деген өмірлік заңдылық. Бұл тек қана трейдинг саласына емес, барлық салаларға байланысты. Сондықтан қазір сіз бірдеңені бастай алмай жүрсеңіз, менің қолымнан келмейді ма, маған біреудің қолдауы керек деп күтіп жүрсеңіз, онда күтпеңіз, дәл бүгін бастап кетіңіз. Төртіншісі, бұл күнделікті қадам жасау. Яғни сіз трейдинг саласына келдіңіз, мақсат қойдыңыз және оған күнделікті уақыт бөлу керексіз. Мысалы үшін күнделікті бір әркімнің өзінің режимі бар, сол режиміне сәйкес уақыт қою керек. Мен мысалы үшін 2-3 сағат бөлетін едім бастапқы уақытта, одан кейін 1 сағатқа төмендеді, одан кейін жарты сағат деген сияқты. Қазір бір 5-10 минут уақытымды аламын. Бірақтан да сіздер бастапқы уақытта определенный бір уақыт қою керексіздер. Яғни мен күнделікті трейдингке, анализ жасауға, осы нәрсені түсінуге 1 сағат уақытымды бөлемін деген сияқты. Мысалы үшін біз трейдинг саласына күнделікті 1 сағат уақытымызды қимаймыз да, бірақ зарплатаға, стабильный доходқа 30-40 жыл бойы жұмыс жасап жүре береміз. Ол не деген сөз? Просто бізде жауапкершілік стабильностьқа көбірек, яғни біреу үшін істейміз да, өзіміз үшін істемейміз деген нәрсеге келіп тіреледі. Сондықтан егер сіздің дәл осындай минусыңыз болса, немесе бір әдетіңіз болса, онда просто өзіңізге бір режим қойып қойыңыз. Мен күнделікті 1 сағат, 1,5 сағат уақытты бөлемін. Сол уақыт келген кезде мен отырамын, сол уақытты галочка құрғаннан кейін ғана мен болды басқа тірліктермен айналысамын деген сияқты. Және соңғы қадам бұл тоқтамау. Яғни сіз трейдингке келдіңіз, сізде нәтиже шығып кетуіне ешқандай гарантия жоқ, но сіз тоқтамасаңыз міндетті түрде нәтиже болады. Мен басында мысалы үшін 3 айда мен табыс таппасам таппай қояйын, бірақ осы анализ жасау дегенді үйреніп алсам болды деп сондай мақсат қойған болатынмын. Және мен 3 айда анализ жасауды үйреніп жүрген кезде табысты автоматически тауып кеттім да. Сол себептен де сіздер просто тоқтамай күнделікті әрекет жаңағы мақсат қойдыңыздар, күнделікті уақыт бөліп жатырсыздар, и сол нәрсені күнделікті тоқтамай жасай беру қажет. Ол не үшін қажет? Мысалы үшін қараңыздаршы, өмірде көп нәрсеге қол жеткізген адамдар бар. Сол адамдардың автобиографиясын оқысаңыздар, немесе олардың өмірлерін бір қандай да бір кітаптарын оқысаңыздар, олардың барлығы айтатын нәрсесі, яғни менің өмірімде қиыншылық болмады деп айтпайды. Менің өмірімде қиыншылық болды, осындай кедергілер болды, осындай жаңағындай аяқтан шалу болды деген сияқты нәрселердің бәрін айтады. Бірақ олардың барлығын біріктіретін бір-ақ нәрсе бар, ол олардың тоқтамағандықтары. Яғни сіз де дәл осындай кез келген саламен, бизнеспен айналысып жатқан кезде тек қана тоқтамаймын деген сияқты нәрсені қойсаңыз, онда сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Және Алла тағала осы сіздің табандылығыңыз арқылы, ниетіңіз арқылы, мақсатқа қол жеткізу деген сияқты қабілеттеріңіз арқылы сол нәтижені беріп қояды деп үміттенемін. Мен де өзім осылай $60 пособияны салып бастаған адам ретінде $6000 1 жылдың ішінде шықтым. Халал трейдингте үздіксіз аз-аздан табыс табу деген нәрсе бар, ол шындық. Бірақ сіздер халал трейдингке келген кезде тез бір нәрсені жасаймын да, ақшаны саламын да, 1-2 күнде мен результат көріп кетемін деген нәрсе жоқ. Бұл нәрсе кез келген салада да сондай. Сен результат көріп кету мүмкін, бірақ сенің қадалу жолыңда тез болып қалуы мүмкін. Сондықтан егер сіздер аз-аздан үздіксіз дамуларыңыз келсе, менің YouTube каналымдағы барлық сабақтарды қарап шығыңыздар. Каналымды жоғалтып алмау үшін тіркеліп қойыңыздар. Және осындай видеолар сіздерге ұнаса, болашақта қандай тақырыптарда түсіргенімді қалайсыздар, комментарийға жазып кетіңіздер. Сіздерден қолдау күтемін. Бұл бірінші менің видеом, бұл соло подкаст ретінде түсіріп отқан. Сондықтан кем-кетіктер болса, кешірім өтінемін. Маған қолдау білдіріп, маған подписаться етіп кетсеңіздер, қуанып қалар едім.